Қайырлы күн достар, назарларыңызға әдеттегідей қызықты тест ұсынамын. Мынау суреттен ең алдымен көзіңізге не түскенін анықтап алайық. Жауап варианттары ағаш, жалаңаш қыз және су. Егер де ең алдымен көзіңізге ағаш түскен болса, сіз ашық жарқын адамсыз. Алайда соңғы кезде шешілмеген бір мәселелеріңіз қайта-қайта еске түсіп, көңіл күйіңізге әсер етіп, мазаңызды алып жүр. Тез арада бір нәрсені өзгерткеніңіз жөн. Бір әрекетті қайталап орындай бергеннен түк нәтиже болмасы анық. Өзіңіздің мәселеңізге басқа адамның көзімен қарап көріңізші. Қандай кеңес берген болар едіңіз? Тек өзіңізге шындықты айтыңыз. Көп ұзамай шешімі табылады. Екінші, жалаңаш қыз. Сіз өте белсенді және алғыр жансыз. Жақындап қалған жаз мезгілі сізге күш қайрат беріп, жаңа ойлар мен тың идеялардың туындауына әсер етуде. Қазір нағыз әрекет жасайтын кез. Өзгеріңіз, өзгертіңіз. Бастысы орта жолдан тайып кетпеу. Ең қиыны да осы. Алған беттен қайтпай, қайткенде де соңына дейін жету. Есіңізде болсын, қиындықтар көбейген сайын сіз мақсатыңызға жақындай түсесіз. Қашанда жолдың соңғы жағы ауырлайтын әдет емес пе? Берілмеңіз. Үшінші, су. Сіз ағыспен жүзіп бара жатырсыз. Сіздің ұраныңыз неғұрлым қарапайым болса, соғұрлым жақсы. Жағдайыңызды өзгертуге талпынып та көргіңіз келмейді. Қиындықтардан қорқасыз ба? Әлде бәрібір жолым болмайды деп ойлайсыз ба? Мынаны есіңізге сақтап алыңыз. Бір нәрсені істемей өкінгеннен гөрі істеп өкінген жақсы. Бұлайша босқа өмірді өткізуге болмайды. Қалай тест нәтижелерімен келісесіз бе? Ойыңызды пікір бөлімінде бөлісе кетіңіз. Және біздің каналымызға егер жазылмаған болсаңыз, жазылып бізді қолдап кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.